Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ера FIFA. Бүгінгі видеода мен сіздерге қандай игрушықтарды сатып алмау керек екенін көрсететін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Алдымен біз кішігірім багаж жіберейік. Енді қызық бір нәрсе түсетін шығар деген үміттеміз. Қолдаудан ешқашан шаршамаңыздар, қолдай беріңіздер. Так, 250 алып, сразу екеуін ашып тастаймыз. Так, енді мына жақтан біз наградамызды алып кетеміз. 30 беріпті, өте жақсы. Так, енді мынадан біз екеу ашамыз тоже. Мынадан да екеу ашамыз. И бізде осыдан тоже екеу ашамыз. Болды. Енді бұдан біреу ашсайық. Наградамызды алып кетейік. Опа. Кім? Нидерланды дейді. Бұл Ван Дейкке телеспесем. Я Ван Дейк. 400 мың монета беріп, өте жақсы. Жақын монетаны алып кетейік. Почти 1 миллион монета тауып алдық уже біз. Енді біз келесі событиядан да пактар ашып кетейік. Кішігірім жетондар жинап қойған едім. 1600 жетон бар. Және де мына самолетті құртып тастаймыз. Алты-алтыдан ашайық. Біріншені волкаут бола ма екен. Тамашалап көрейік ал. Волкаут, енді күтеміз волкаут. Волкаут, енді жақсы флаг. Уругвай. Позашник, бұл жақта қызықсыз. Позашник бізге керек емес. Бұл жақта қайтадан төрт-төртін ашайық. Түспей алды. Енді алтығын бәрін ашсақ, енді серуін түспейді. Екені көрініп тұр. Бұл бұрыш жасап сайымыз. Енді бізде мына жақта. Так. Роналдоның тобын ашып кетейік. Мына жақта олар. Вот. Енді бұл жақтан қызық бір нәрсе күтеміз. Так. Давай. Енді бұл жақта волкаут болатын шығар деген үміттеміз. Иә, волкаут, және де Португалия болса екен. Корея дейді. ЛВ. Болды, бұл жақта қызықсыз. Так, енді біз видеомызға кірсеміз. Біріншіден мен сіздерге қазір қандай игрушықтарды сату керегін көрсетіп жіберейін. Міне мен сіздерге қазір ойыншылардың бағасы өте көтеріліп жатыр. Сондықтан сіздерде егер 106 сондай игрушықтар болса, оны міндетті түрде сатып жіберіңіз. Олардың бағасы қазір 70 миллион, 80 миллион. Мен уже Мессиді 80 миллионға сатып жібердім. Және де мен игрушықтардың санасы түскенде осы Рональдиньоны левый вингер позициясына міндетті түрде аламын. Және де неге сіздер рыноктың бағасы көтеріліп жатыр десеңіздер, зимний праздник деген событияда бір баг болған еді. Потом сол багтан бәрі мына Роналду Назарионы 3-тен 4-4-тен түсіріп алып, және оларды сатып жіберген еді. Сондықтан рыноктың бағасы көтеріліп кетті. Вот, сол үшін мен енді сіздерге қазір монеталарыңызды ешқашан құртпай монеталарыңызды. Рыноктың бағасы түскенше күтуге кеңес беремін. Сол кезде игрушықтарды алуларыңызға болады. Мысалға, Рональдиньоның қазіргі ценасы 73 миллион, оның негізгі бағасы қазір 40 миллион, 45 миллион болу керек.
мынаның осы игроктың бағасы қазір қателеспесем 25 миллиондай болу керек, бірақ олар өте қатты көтеріліп кетті. Нойер да вообще Нойер 15 сондай миллион болу керек еді. Енді менің айтарым осы. Видео пайдалы болса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.